Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бағаның айырмашылығы туралы айтып өткім келеді. Мен осы кроссовкиді таңдадым. Көк кнопканы басамыз. Қарасаңыз, егер сіз әр размерді бассаңыз, астындағы осы бағалар да өзгереді. Неге екенін қазір түсіндіремін. Қараңыз, бұл жерде барлығы размерге және доставкаға байланысты. Сұранысы көп размерлер олар 42, 42-5, 43, 44, 44-5. Олардың бағалары қарасаңыз жоғарылау. Ал 35-5 размерінде тек қана 499 юань. Себебі сұранысы аздау. Сол себептен бағасы да төмен. Ал сұранысы көп жерде бағасы қымбаттау. Енді сіздерге төмендегі бағалар жөнінде айтып өткім келеді. Неге олар қымбат? Өйткені баға доставкаға байланысты. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде 3 кнопка бар. Біріншісі ол жасыл, бұл жерде 2-3 күннің ішінде деп жазылып тұр. Екіншісі қара, ол жерде 5-6 күннің ішінде деп жазылып тұр. Үшіншісі серый. Бұл жерде мысалы жалғыз, значит бұл стандартная доставка. Осы себептен размерлердің бағалары әртүрлі. Егер сіз тезірек келсін десеңіз, онда бағасы қымбаттау болады. Егер обычный срок десеңіз, бағасы арзандау болады. Қарап тұрсаңыз, бұл жерде де 41 размерде әртүрлі. Серыйда 5-6 күн, ал көкте стандартная доставка. Осы жайттарды ескере отырып, тапсырыс алдында қаражатыңызға қарап тапсырыс беріңіздер. Қаражатыңыз келіп тұрса, әрине тез доставка алған жақсы. Мысалы, бұл жерде 5-6 күн, ал ана жерде 2 күн деп тұр. Мен 2 күнді оформлять етемін. Басқа размер таңдау үшін мынау плюс кнопкасын басамыз да, басқа размер таңдаймыз. Бұл жерде барлық размерлері бар, және де көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде бірақ кнопка, жасыл кнопка. Мысалы, басқа размер таңдайық. Мысалы, мен 40-5 размерін таңдадым. 3-4 күнді таңдадым. Плюсты басамыз. Қарап отырсаңыздар, кейбір жерлерде кнопка жоқ. Мысалы, мына 4-5-те мұндай доставка жоқ. Сол себептен оны сатып ала алмайсыз. Егер сіз каргоңызды сатып алатын кезде ауыстырғыңыз келсе, онда мынау каргоның үстінен басасыз. Одан кейін көк кнопканы басасыз да, жаңа каргоны қосасыз. Және де егер сіз байқамай басқа размер оформлять етіп қойсаңыз, оңай өшіріп тастай аласыз. Үстіндегі мынау минус кнопканы бассаңыз, болды, жаңағы керек емес размеріміз өшіріліп кетті. Керек размер ғана қалады. Төлем жасау үшін көк кнопканы басамыз. Тағы да көк кнопканы басамыз. Одан кейін әрі қарай сізге Alipay-ға өтеді. Alipay арқылы төлем жасайсыз.